біз ұмытпауымыз керек. Конституцияның 6 бабында бүкіл байлық енді халықтікі, жекеменшіктік емес. Оны мемлекет басқару керек. Сондықтан мен осы сұрағыма нақты кім жауап береді? Өнеркәсіп министрлігінен. Қайырлы күн, Еділ Терекбайұлы, құрметті әріптестер. Сұрағыңыз өте орынды. Негізі геологиялық ақпарат. Кім екеніңізді айтып, Ерлан Акбаров, геология комитетінің төрағасы. Геологиялық ақпарат геология комитетінде болу керек. Мемлекеттің меншігінде алдында бұл жөнінде де әңгіме болды, бірақ өкінішке орай бұл біздің сұранысымыз қолдаған жоқ. Сондықтан енді қазір ол геологиялық ақпараттар бізде бүкіл барлығы біздің геология комитетінің балансында. Енді қазір оны біз цифровой форматқа көшіріп, қазір сол цифрландырылған форматқа единый порталға қойылу көзделуде. Бірақ енді қатты қазбалы пайдалы бізге ең басты мәселе біздің конституциямызда жазылған бірінші бап бар. Бұл адамның өмірі мен оның денсаулығы және оның құқығы деген норма бар. Соны біз қорғауымыз керек. Алматыдан соншама ақсақалдар, апалар келдік, соншама жерден 1000 шақырым жерден Қызылорда департаментінің басшысы Думанның анасына баласын көрсетемін деп алдап бізді. Бізге бәрімізге сөз беріп, Рысбек Сәрсенбаев бізді жаңа неге қайта беріңдер деді. Сосын біз соған сеніп, біз уже келе жатқан кезде біз жаман хабар естідік, көрсетпей жатыр деген. Соған біз ашулы болып, жолдың шетіне тоқтап, шешесі айтты ғой, кіргізбеген. Ашуымызды қазір айтып жатырмыз. Жігіт адам негізінде сөзінде тұру керек. Мына негіз полиция негіз жігіт деп айтуға келмейді ғой, жақсымен өлгенмен деп айтады. Басқа не дейміз? Халықтың тоғы қарғысын алады, ашу ызасын алады, ол жақсылық болмайды. Біз енді білмеймін енді. Айтасыз. Ал бүгін біз міне кеше Алматыдан шығып, жан-жақтан Шымкенттен, осы жерден мынау жаны әділетсіздікке күйіп жүрген азаматтардың барлығы келіп, бүгін Дуис мына Қызылорда қаласындағы сол жерде Думан Мұхаммедкәрімді міне қамауда отыр. Сонан кейін ол жердегі жаңағы адвокаты бар қорғаушыларынан, басқаларынан естіп, карцерге қамап жатқан. Денсаулығы жоқ, ауру, кәдімгі әл үстіндегі азамат. Бүгін барып жаңа жолықты осы азаматтардың бәрін қабылдады. Сол жердің жаңағы бастығының аты кім еді? Шаймерден. Дуистің бастығы. Иә, Дуистің бастығы, сол жерде прокуроры бар, басқалары бар, барлығы қабылдап сөз етті. Ешқандай оған қиындық, қысымшылық көрсетіп жатқан жоқ. Барлығы жағдайы жақсы. Міне анасын, сосын Рысбек Сәрсенбайды барлығын кездестіретін болды. Бізге қол алысып сөз берді. Ал сонан кейін біз енді ойладық, шын мәнінде рас шығар, бетпе-бет кездессін. Ал біз мына жерге жаңа қорғанның шетіне келген кезде анасы Қалимаш бізге хабарлап, жылап, осындай ағыда барлығы өтірік болды, алдап шығарып жіберді. Бізді қабылдаған да жоқ. Рысбек ағамыздың жүрегі ұстап ана жерде қалды. Мен жылап мына жерде отырмын. Бұл не деген сұмдық, мына алдау. Енді біз анық көзіміз жетіп отыр. Думанды ана жерде азаптап, қорлап жатқаны, карцерде жатқаны, денсаулығының да бұның рас болып шыққаны. Біз бекер кетіп қалдық, алдады бізді. Я қайта беріңіздер сіздер. Енді жаңағыдай жерде үлкен азаматтар осындай деп айтқанда, шынымен сендік. Әйтпесе біз сол жерде жатып алуға дайындалып келгенбіз. Айтайық. Думаннан жанымыз артық емес, апарып бізге бірге қамасын деп. Ал жаңағыдай жерде азаматтық сөз бергенде қалай не аламыз? Енді мына жерге келіп, не істерімізді білмей тұрмыз. Я кейін қарай қайтамыз ба? Әлде осы тобымызбен Астанаға тартамыз ба? Әлде де бір 500 адамдай жинап, Астанаға барып, сол жерде біз үлкен митинг жасауымыз керек. Мына Думанды бұлар өлтіруге айналған екен.